Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін брауни торттың рецептімен бөлісемін. Ерекше банан қосылған брауни пирогының видеосын соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен бананымыздың сыртын ашып, жұқа етіп турап, үстіне қант сеуіп, алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 15 минутқа пісіріп аламыз. Бөлме температурасындағы сары майымыздың үстіне қантты салып, миксермен жақсылап миксерлейміз. Оның үстіне жұмыртқаны біртіндеп сала отырып миксерлейміз. Енді осы массамыздың үстіне құрғақ ингредиенттерімізді, яғни ұн, какао, разрыхлителді қосып, жақсылап миксерлейміз. Дайын массамыздың үстіне піскен банандарымызды қосып, тағы да миксерлейміз. Енді осы массамыздың үстіне алдын ала ерітілген шоколадымызды қосамыз. Дайын массамызды осылай формочкаға құйып, алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Бисквитімізді пісіріп суытып алдым. Енді осының үстіне ганашымызды құямыз. Қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен миндальный слайсымен сәндедім. Осымен пирогымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Үйде жасап көруге кеңес беремін. Шай ішкенге өте керемет пирог. Қош сау болыңыздар.